Хорошо, түсінікті. Екі тілде де жүргізіп отыратын боламын. Саламатсыздар ма? План финансирования по расходам. Разбивка на 12 месяцев. Вы можете заполнять здесь финансирование. План финансирования по расходам. Здесь заходим. Осында кіреміз. И осында толтыруды бастаймыз. Вот сол жақ жоғары жақта создать деген кнопка тұр. Создать. Түсінбеген сұрақтарыңыз болып жатса, чатқа жазып отырыңыздар. Түсіндіріп болғаннан кейін жауап беріп отырамын. Вот создать бастаймын. Мен мына жаққа бір сельский округты алсам, кез келген. Мысалға 15-12-ні ала салайын. Сіздер год учета 26 жылға, год учетамыз 26-ғы белгілейміз, дата қоямыз. Мысалға сіздерде келесі жылдың датасын, кез келген датасын қояйық, январдың ба 26 жылға, январьский дату поставим. Например, 2 января поставила. Вот, осында сіздер уже толтырып бастайсыздар. Организация белгілейміз өзіңізді, потом вот организацияның астында жасылмен плюс программа көрсетіліп тұр. Осы жақтан программа плюс басамыз. Осы жерден сіз өзіңізге тиесілі программаларды таңдай аласыз. Вот мына жақтан плюсті бассаңыз, сізге АБП-ңызға тиесілі бүткіл программалар тізімі шығады. Не болмаса поискке жазсаңыз болады өзіңіздің керек программаңызды. Мысалға 124 дроп 001 немесе 015 осы программаны таңдаймын. Вот сіздерде уже сол жақ бетке программаңыз түсті. Жабамын. Дальше осы программаға мен спецификалар енгізіп бастауым керек. Добавить специфику. Дальше сізден организация, яғни бюджетополучатель ішінен өзіңізді көрсету керек боласыз. Бұл жақтан плюсті бассаңыз, өзіңіздің астынан структура бойынша өздеріңіздің организацияларыңыз шығады. Управление финанс. Дальше оның подведомственный организациялары. Өзіңіздің кодыңыз жазасыз поискқа. 124. Мысалға мен қазір 15-12-ге толтырып жатырмын да. Организацияны белгілеймін. А потом переводят на русский. Да, можно. Да. Вот. Программу выбрала, организацию выбрала. Стандартный. Не слышно вас. Можете повторить? Кіре алмай отырмын. Пароль қандай еді стандартный? Английский большой А, маленький А, бірден 6-ға дейін. Это С 1 до прямой. 6. Английский большой А, маленький А, с 1 до 6. Тағы. Маған бүйтеді. Организацияны қай жерін добавлять етеміз, соны тағы рет айтып жүріңізші. Идентификат пользователя не выполнена. Мгм. Вот. Создать. Дата қоямыз. Мысалға, мен 26 жылдың январдың датасын қойдым, год учета 26 кетті. Дальше, мына жаққа АБП организация, вот сол жақ жоғары жақта сіздерге АБП организация дейді. Осы жаққа өзіңіздің организацияңыздың кодын жазасыз. Мысалға, мен бір сельский округты алдым. 124 через дроп жазамын, 15-12. Организацияның коды шықты, уже белгілеймін. Дальше, плюс программа қосамын. Дальше мен өзім программамды қосам. Программаны через дроп жазасыз. Бірінші код АБП жазылады, 124 дроп. Екінші программа код жазылады, 01 дроп. Үшінші подпрограмма код жазылады. Мысалға 015. Уже мына жақта сіздерге шығып та тұр тізімі. Осы жерден өзіңізге керек подпрограммаңыз мен программаңыздың атауын таңдайсыз. Выбрать бастым. На сол жаққа. Ал? Вот, левую сторону уже программа добавлена. Да, программа қосылды сол жақ бетте. Вот. Жабамыз. Дальше добавить специфику. Программа автоматно спрашивает у вас бюджетополучатель организацию. Меня слышно вас? Вот. Осы жақтан өзіңіздің организацияңызды поискке жазу арқылы таңдайсыз. Вот 124 через дроп 15-12. Казначейский кодтарын жазасыздар. Четырехзначный кодыңызды жазасыз. Организацияны шығады, выбрать. Уже түсті. Вот. Программа и астына госучреждение шықты. Дальше добавить специфику.
мына программалар бойынша сіздерге қай спецификаларға ақша бөлінді, соны көрсету керексіздер. Организация шықпады мына жерде. Кодын нетсек, организация шықпай тұр. Алло, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Сіздің кодыңыз қандай? Мысалы 454-1505. Сіз бірінші программа таңдадыңыз ба, организация таңдадыңыз ба? Бірінші программаны таңдадым, одан организацияны таңдап отырмын. Добавить организация десеңіз, сізге поискке жаздыңыз ба? Поискіге жаздым, Мгм. бірақ таппай тұр. Давайте бірге жасайық. Вот программамен қостым. Дальше Иә, добавить программа специфику қостым. дейсіз. Вот осындай сізге окно шығады. Осы Иә, жаққа поискке онда дальше жазасыз өзіңіздің. Управление области шығып тұр. Вот, управление области шығып тұр сізде. Вот управление областидің қасында сіз өзіңіздің плюс нажимаете, структура бойынша астынан шығады. Вот, плюсын басасыз осы жақтағы. Онда управление финансов тұр. Дальше плюс баса бересіз. Оның ішінен сіздің А, отделіңіз шығады, оның астынан сіздің өзіңіздің организацияңыз шығады. Каждый Жақсы, организацияға тиесілі. Мен қазір общий базаға кіріп отырған кейін маған бүкіл организацияның тізімі шығып тұр. Сол үшін мен осы жерде теріп жазып жатырмын да. Әр организацияның өзі шығып тұратын болады. Шықты, рахмет. Вот, осы жазасыздар. Дальше добавить специфику. Мына жақта, мысалға, уже бұл кісі толтырып қойғандықтан спецификалар тізімі шығып тұр. Мен басқа программа таңдап, жоғын көрсете салайын, 1 минут. Так. Мысалға, 124.001.011 программасын таңдайын. Дальше добавить специфику. Уже специфика жоқ. Енді мен осы программаларға специфика добавить етуім керек. Добавить. Мысалға, 111 кетті. Дальше 112 и 113. Енді сіздер қарасаңыздар, жоғарғы жақта сіздерде қандай сумманы қалай толтырылу керек жайлы көрсетілген. Вот, жасылмен теңге болса, теңге, в тысячах теңге болса, тысячах теңге толтырасыздар. Вот, зеленыймен оң жақ, жоғары жақта көрсетіліп тұр, в тысячах теңге. Значит, сіздер сумманы в тысячах теңге көрсету керексіздер. Бұл сіздерде бірінші платеж. Январдан бастап, мысалға мен сумманы қоямын. Январға мысалға мен 100 мың қоямын. В тысячах, февральға 100 мың қоямын. Мартқа 120 мың, және апрельге 100 мың. Дальше осылай кете береді. Мысалға 20 мың, 10 мың, и июльге 30 мың. Осылай толтырып кете бересіздер. Сентябрь қоймаймын, октябрьге қойдым, ноябрьге қойдым и декабрьге қойдым. Вот. Мен суммаларды в тысячах теңге қойдым. Годовой сумма уже 700 мың шықты. Годовой сумманы оң жақтан көре аласыздар. Мысалға, и 113-ке қойып бастаймын. Мысалға, 113-ке. 6 айға қояйын, мысалға, 560 мың. И февральға қояйын, 260 мың. Сумма 820 мың 113-ке қойылды. 112-ке суммамды қояйын. Мысалға, келесі специфика 149 қостым. 149, мысалға, мен февраль айынан бастап қойдық делік сумманы. Мартқа қойдым. Енді бізде платежка толтырылып бітті делік. Годовой сумма оң жақта көрсетіліп тұр. Мысалға, менде 111-ге 700 мың, 112-ге 2 миллион, мына жаққа 820 и және 149-ға 1 910 қойылды сумма. Общий сумманы мен асты жақтан көре аламын. Вот асты жақта годовая сумма деп көрсетіліп тұр. Осы жақта 5 430 мың болды. Осы 4 спецификаның суммасын, асты жағынан годовой суммасын көре аласыздар. Бұл сіздерде платежка. Платежкаңыз толтырып болған кейін. Оңалтудыкі қазір. Платежкаңыз толтырып болғасын. Обязательствоға кіреміз. Вот осы жерден жақсылап тыңдап алсаңыздар, обязательствоға кіріп, вот оң жағыңызда заполнить из платежей деген кнопка бар. Заполнить из платежей. Да. И осы спецификалардың тізімі шығады. Окей. Мінекей, сізге платеждан обязательствоға программа уже көшіріп салып беріп отырды. Совершить редактирование.
сіздерде міне суммаларыңыз шықты. Сіздерде осы бір неде көрсететін жайт айта кететін, мысалға обязательство толтырған кезде кейбір организацияларда болады, мысалға 111 зарплата мен налогтарыңызды сіздер 12 айға шашып қоясыздар. Разбивка на 12 месяц уже сіздер қоясыздар, дұрыс па? Ал кейде услугтарыңызды сіздер бір айға жинау керек болады. Ондай жағдайда, вот, мысалға 149-да платежкам менде 4 айға шашылып тұрса, обязательствамды мен бір айға жинауым керек. Мысалға февраль айына жинауым керек. Февраль айына барамын, 149-ға, вот, сумманың үстіне басамын, и свод сумм месяц деген бізде кнопка бар. Осыны бассақ, менен программа сұрайды, сізге қай айға сумма жинап берейік. Мен февраль, выполнить. Программа 1,910,000-ды маған февраль айына жинап беріп отыр 149-ға. Және платежкамде февраль айынан бастап 4 айға шашылып тұр уже. Осылай толтырып бастаймыз. Және провести, закрыть. Не болмаса, сіздерге ошибка берсеңіздер, мысалға, 149-да мен 1,910,000-ды аламын да, мен январға қойдым. Мысал үшін сіздерге. Довершить редактирование. Бұл уже заңның өзінде қате нәрсе да. Вот провести, закрыть десе, программа уже не удалось провести. Ошибка көрсетіп тұратын болады. Вот ошибкаңыз астында утвержденный план по организации не может быть зарегистрирован только в одном документе дейді. Бұл енді уже сіздерде, мына кісіде уже толтырылған документ бар дейді. Пока отмена бере тұрайын. Ошибкасын көрсеткенше. Вот енді провести, закрыть. Егер сіздерде қате толтырған жағдайда, мысалға, сіздерде 149-да 560,000-ды біз аламыз да январдан бастап қойып, обязательстваның барлық сумманы сіздер февральға қойдық делік. Ол кезде программа провести, закрыть дегенде сізге уже ошибка беріп тұратын болады. Ошибка жағын сіздер қалай көреміз? Егер сіздер ошибка толтырсаңыздар, имейте расхождение платежа обязательства. Вот ошибка выходит. Сіздер ошибка қалай көреміз? Сумма қате болса, не болмаса, платежка мен обязательстваның суммасы бірдей болмаса, программа сіздерге ошибка береді. Ол кезде қалай көреміз? Вот оң жақ жоғары жақта проверить документ сарымен тұр. Вот осыны басамыз. Имеете расхождение платежа обязательства? Открыть подробный отчет. Да. Да. Уже сіздерге қай неден ошибка беріп тұрған көрсетіп тұратын болады. Мына программа бойынша осы спецификадан, осы айдан осындай ошибка шығып тұр дейді. Потому что мен обязательстваны февральдан бастап қойдым, бірақ платежка январдан бастап қойдым. Платежка бізде обязательствадан бірінші жүрмейді, дұрыс па? Сол сияқты осындай ошибка мен суммаларыңызды қойған жағдайда программа сіздерге өз ошибкаларыңызды шығарып беретін болады. Провести. Енді бұл организацияның планын мен уже отырғыздым, провести, закрыть. Енді мен бұл организацияға поступление несін планын отырғызуым керек. Оны қалай отырғызамын? Финансирование, план, финансирование по поступлениям. Вот. Осында кіремін, дальше создать. Дата белгілеймін. Мына жаққа организация белгілеймін. Бұл сіздерде поступление жақ. Поступление толтырғанда организация таңдаймыз, және оң жақ бетіне организация белгілейміз. Оң жақ бетке организация белгілейміз. Код организация жазамыз. Дальше добавить. И классификация поступления қосамыз. Например,
сіздерде, әсіресе сельский округтарда, біздерде план финансирования по расходам мен по поступлениямның сіздерде уже баланс келтіру үшін аймамай суммаларын бірдей қою керек боласыздар. Мысалға, мен план финансирования по расходамда сумма қалай қойдым, айма-ай, мысалға, аяқ жақтан көрсем болады да, астында уже суммалары көрсетіліп тұр. Нижнюю сторону вот суммалар көрсетіп тұр. Январьға 100 тысяч, февральға вот 920 мың, дальше 660 мың, 1350 апрельге. Осылай суммалар қою арқылы мен поступлениеге сумма қойып, мен теңестіруім қажет. 5 миллион 430 мыңға. Енді мен осыған қарап, мен поступление қойып шығамын. Кез келген, мысалға, мына жаққа классификация поступлениясын жазасыздар. Мысалға, 102, вот классификация поступленияларыңызды осылай жазып көрсетіп таңдайсыздар. Дальше январдан бастап суммаларыңызды қоясыздар. Мен мысалға расход пен суммамды келтіру үшін вот январьға 100 мың қойдым. Дальше февраль 920, 660. 350. Бес жүз сексен, 570. Еш жақ теңге уже толтырып бастаймын. 30 мың елу. Или октябрьге елу. Вот сумма қойдым. Дәл мен расходта қалай қойдым, солай суммамды аймамай разбивка жасап қойдым. Сумма за год 5 миллион 430 шықты. Мысалға, егер мен айларын дұрыс қоймасаңыз, мен ауыстырып қояйын. Мысалға, октябрьдегі 50 мыңды аламын да, мен сентябрьге қойып тастайын суммасын. И провести закрыть етем. Поступлениеде бұл организацияның атында поступление болса, программа бізде қабылдамайды. Пока что отмена бере тұрайын, толтырған документін. И провести закрыть. Все. Поступление документім, вот енді, расход документім мұнда енді. Енді осы расход пен доходтың мен балансын толтырдым документін, енді толтырған балансымды мен қайдан көремін? Вот отчетыға кіремін, мониторинг. Вот баланс утвержденного уточненного плана финансирования. Осы жерден мен өзіміздің организмнің доход пен расходтың балансын көре аласыздар. Бұл организацияның бюджетный кодын көре салайын. Так, бюджетный код 181, 113. Бюджетный кодты теремін 181, 113. Вариант учета по району аламын. Бірінші ай 26 жылды белгілеймін и сформировать. Вот утвержденный планда доход пен расходта уже разница 50 мың теңге көрсетіп тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл жерде сіздер казначействоға жібермес бұрын разница сіздерде болмау керек. Осы жақ түзейсіздер. Мен разница бағана ауыстырып қойған суммаларымды көрсеттім. Мысалға поступлениемде вот октябрьге қою керек сумманы мен сентябрьге қойдым. Осы жерде уже разница беріп отыр. Енді сентябрьден сумманы удалить етіп, мен ол суммамды барамда октябрьге қоямын. Провести закрыть. Енді балансыма қайта кіремін. Вот астында бізде открытие нелер тұрады, разделдар. И сформировать. Уже бізде программада разница жоқ. Разница жоқ болған кейін сіздер оны казначействоға жібере аласыздар. Казначействоға жібермес бұрын сіздер бұл документтерді қалай, мысалы, печатный варианттарын өздеріңіздің басшылыққа өткізетін заң бойынша формаларын қалай шығаруға болады. Сол жайында түсіндіре кетейін. План финансирования по расходам и поступлениемнің сіздер қалай шығарасыздар.
финансированияға кіремін. Вот стандартный отчетыйдың ішінде бізде басталады индивидуальный план финансирования госучреждения по обязательствам приложение 5, по платежам приложение 2. Осы екі отчет арқылы әр организация индивидуальный жеке планын көре алады және шығара алады. Кіремін кез келгеніне. Вот дата, период обязательно қоямыз. Вот мен 26 жылдың январына толтырғандықтан мен январ айының кез келген датасын таңдаймын план отырғаннан кейін. 15-12 организация таңдалды. Дальше настройкадан основной вот язык өздеріңіз таңдайсыздар қалаған тілдеріңізге. Және теңгеге шыққыларыңыз келсе, вот отображать теңге галочка қоясыздар. Вот программаларға уже қойылып тұр. Вот сформировать отчет. Сіздерде по платежам уже формасы дайын отчетін шығарып беріп отыр программа. Вот шапкасы заң бойынша бекітілген формасы сіздерді шығарып береді. Осыны сіздер дальше открыть отчет в Excel или сохранить, или печатқа жіберіп, осы жақтан шығарып алсаңыздар болады. Дәл осылай по обязательствам шығарасыздар. 5-ші приложение. Осы екі отчет арқылы шығарып отыратын боласыздар жеке пландарыңызды. Ал для администраторов, которые есть подведомственные организации, бағынышты организациясы бар администраторлар үшін бізде план финансирования администратора бюджетных программ по обязательствам приложение 10, по платежам приложение 8. Осы екі отчет арқылы администратор өзінің подведомственныймен бірге суммасын көре алады. Вместе подведомственная сумма администратора может увидеть здесь приложение 8 и приложение 10. По платежам, по обязательствам. Организация может увидеть здесь вместе с подведомственной суммой. Түсінікті ма? Енді доходный частын бізде план финансирования по поступлениям. Осы отчеттың, осыны біз қалай печаттың вариантын көре аламыз. Вот сводный план поступления в бюджет приложение 14 и 15. 14-ші, 15-ші приложение арқылы сіздер осы жақтан көре аласыздар. Кіреміз. Периодын қоямыз. Мысалы. Образованиядан бір алдын уақытта жазылды. Бюджетный код таңдаймыз и сформировать. Вот солай сіздер өздеріңіздің выгрузить в Excel отчет немесе печатқа шығарып аласыздар. Мына жақта сіздерде чатта сұрақ келіп отыр екен да, справка изменения автоматын казнаға интеграцияланады ма деп. Бізде интеграцияға уже запрос жіберіліп қойылған бұл жөнінде. Әлі Минфиннан ответ келген жоқ, но скоро уже қосылады. Программада барлық функциялар болған дайын тұр. До этого сіздерге пландарыңызды, енгізген пландарыңызды қалай казначействоға выгрузка жасай аласыздар. Сол жөнінде көрсетіп бере аламын қазір. Интеграция пока что қосылмайынша сіздер вот енгізген пландарыңызды, план финансирования поступлением по расходамды қалай казначействоға шығарамыз, осы жайында көрсететін боламын қазір. Енгізуді көрсеттім, отчетін тексеруді көрсеттім, печатқа шығаруды көрсеттім және баланс көрсеттім. Енді казначействоға біз қалай жібереміз. Вот казначействоға біз енгізген пландарымыз шығару үшін вот жоғары жақта обмен данными кіреміз. Бізде осы жерде сервистің ішінде выгрузка для казначейства. Осы жерде функция бар. Выгрузка для казначейства. Кіреміз. Осы жақтан біз казначейский формаларымызды шығарып аламыз. Пландарымызды. Вот оны қалай шығарамыз? Период. Сіздер қай аралықта енгіздіңіздер? Планды утвержденный январь белгілеймін. Папка для выгрузка таңдаймын. Кез келген мысалға рабочий столдан бір папка ашып өздеріңіз. Мысалға утвержденный план. Осы папканы таңдаймын. Дальше бізде
әсіресе сельский округтарда бізде сводный және индивидуальный екі вариантты шығарып апарып береді. Мысалға, вид выгрузки бізде бірінші сводный, потом индивидуальный учреждениемен шығарып апарып беретін боламыз. ИПФ, СПФ, сводный план финансирования, индивидуальный план финансирования. Бірінші сводный жақтарын мен сізге көрсетіп берейін. Сводный вид выгрузки таңдаймыз. Вид план бірінші по платежам, по обязательствам поступления. По платежам таңдаймын, бюджет таңдаймын. Мысалға, өзіңіздің бюджетіңіз таңдайсыз, и администратор таңдаймыз. Администратор ретінде өзіңіздің организацияңыз таңдайсыз. Код организация жазыңыз мысалға, да? Осы жерде сіздің организацияңыздың атауы шығады. Дальше бұлардан галочканы алып тастаймын. Галочка выгрузить планыға қойылады. И все, сформировать. Бұл сізде сводный план по платежам. Дальше выгрузить вексель, выгрузить все. Бұл сізде сводный план по платежам рабочий столда. Мен ашқан папканы сразу ашып тексеріп алайын. Міне сводный план по платежам сізде автоматом түсіп тұр. Дальше план по обязательствам сводный. Сформировать. Ол кезде бізде мынандай жағдайлар болады да, сводный план по платежам. Платеж бен обязательства сіздерде бірдей болған кезде программа уже бір документ түсірген кезде кейде обязательства түсірмеуі мүмкін. Сол кезде оң жақта міне файл сохранен дегенге вот нет нажимаете, нет басамыз. Сол кезде сізге обязательства суммасын шығарып береді. Дальше выгрузить. Бұны қалай Excelге шығарамын? Выгрузить Excel, выгрузить все. Бұл кетті, сводный обязательства кетті. Дальше план по поступлениям басамын. Сформировать. Также оң жақта файл сохранен дегенге нет. И дальше сіздің неңіз поступление бойынша планыңыз шығып тұр. Дальше выгрузить Excel, выгрузить все басамыз. Келесі утвержденный бюджет. Утвержденный бюджет шығарған кезде организацияларға айтарым, вот сформировать, файл сохранен, нет. Программа сізге автоматом утвержденный бюджеттеріңізді шығарып беретін болады. Ол кезде мына жақтан администратор. Администратордарыңызды өздеріңіз белгілейміз. 15-12 бюджетті алып тастаймын. Бұл жаққа сіздерге только собственный галочка қоямын. Менде қазір управление финансының атынан кіріп отырғаннан кейін бізде общий түсіп отырды, утвержденный бюджет. Каждый организацияның атынан кірген кезде сол организацияның бюджетін, организациясын таңдаған кезде утвержденный бюджет сізде поступление мен расходыңыз осылай бірнасына бірі түсіп отыратын болады. Тартып көрсеңіздер де болады, суммаларыңыз тексертіп. Дальше выгрузить в Excel, выгрузить все басасыздар. Енді бұл жерде сводный шығардық деп айтылды. Сельский округтарда әсіресе болатын индивидуальный ИПФ, индивидуальный план финансирования по платежам және по обязательствам сіздер қалай шығарасыздар. Сводный кетті. Дальше учреждениеге кіремін. Вид план таңдаймын, бірінші по платежам, потом по обязательствам таңдаймын. Показать под программа галочка қоямын. Индивидуальный галочка қоямын. Жеке өзіміздікі болғаннан кейін. Дальше сформировать. Файл оң жақта сохранен. Вот нет басамын, уже сізге бұл по платежам шығарып беріп отыр. Выгрузить все, выгрузить Excel, выгрузить все басамын. По обязательствам басам. Сформировать. Файл сохранен нет. Вот шығып тұр.
мына жақта жазып жатыр екен да, қазірден енді қосылып жатқан кісілер әсіресе бұл Zoom вебинарымыз сақталады, немесе сіздерде YouTube каналымызда бар, видео уроктар, видео инструкциялар барлығы бар. Түсінбеген сұрақтарға колл-центрге хабарласып алсаңыздар да болады. Енді выгрузка для казначейства сақталған варианттарын көреміз. Вот, сіздерде біздерде қалай сақталды, соны ашып көрсетіп жатырмыз сіздерге. Вот сводные по обязательствам, по платежам, утвержденный план, доходыңыз түсті, по платежам түсті. Енді по обязательствам әлі түспеді. По обязательствам выгрузить басамын. Уже по обязательствам тоже сізге түсіп отыр. Тағы бір айта кетерлік жайт, осы 6 документ сізге уже казначейский вариантта түсіп отыр. Дальше казначействоға кіріп, осы жақтан сақтаған жеріңізден тартып казначействоға загрузка жасасаңыздар болады. Тағы бір ескерте кететін жайт, когда вот выгрузить в Excel, выгрузить все деп басқан кезде, кейбір организацияларда, кейбір компьютерлерде Excel активация болмаған кезде, Excelдеріңіздің жаңағы обновлениелері ескі болғанда, когда біздің программа сіздің ескі Excelіңізді қабылдамағанда, мына выгрузить в Excel, выгрузить все басқанда ошибка беріп, сіздерде сақталмауы мүмкін. Ол кезде осы шыққан документті қалай сақтаймыз? Мысалға, бұл сізде қазір обязательство ИПФ, индивидуальный план финансирования обязательствосын қалай сақтаймыз? Оң жақ жоғары жақта вот сохранить деген вот файлдың значогы бар, кнопка бар, осыны басамын. Дальше өзіміздің жаңағы ашқан папкамызды белгілеймін. Ішіне TIFF файлаға өзіміз осы жерден Excel белгілеп, имя файл жазып сақтасаңыздар болады. Бұл екінші вариант. Егер первый вариант сіздерде сақталмай қалса, ол не үшін сақталмай қалады? Причина, когда сіздердің Excelдеріңізде активация болмаса, немесе старый вариант болып қалса, кейде сіздердің Excelіңіз бен біздің программаның арасында связка орнамай қалған жағдайда осылай сақтасаңыздар болады. EPUB обязательства и сохранить. Түсінікті ма? Түсінбеген сұрақтарыңызды жаза кетіңіздер. Мына жақта алдында біз интеграция бар деген сұраққа жауап берейін. Отдел экономика и финанс, Тарбағатайский районға сізге жауап. Бізде ол бойынша интеграцияға заявка барлығы жіберіліп қойылған. Ол уже әлі тексерісте өтіп жатыр, но келесі жылы уже іске қосылады деп отыр интеграция. Пока что сіздер оны күтпей, мысалға Excel вариантында сізге қалай шығарттым, сосын казначействоға қалай жіберу керектігін сізге түсіндіріп отырмын. Толтырылу барысында сіздерде сұрақтар туындауы мүмкін, нюанстар болуы мүмкін. Толтырып бастаған кезде қателеспейтін адам болмайды. Мысалға, суммалар салған кезде біреу в тысячах теңге или теңге салып қою мүмкін. Суммалардан қателесіп, немесе айма-ай суммаларының разница беріп қателесіп шығып қалуы мүмкін. Ол кездерде сұрақтарыңыз болып жатса, жазыңыздар. Сіздерде мысалға өздеріңізде общий группаларыңыз бар, немесе біздің колл-центр номер бар. Сол колл-центр номерге хабарлассаңыздар болады. Сұрақтар туындап жатса, қойсаңыздар болады.
Sayıda tutmuştum. Сұрақтарыңыз бар ма тағы сіздерде? Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі вебинарымызды аяқтасақ. Тағы қайталап өтейін. Бүгін мен сіздерге план финансирования по расходам и по поступлению на 12 айға қалай толтырылу керектігін көрсеттім. Және толтырылған документті қалай печатқа шығару керек, отчеттары, стандартный отчет, вот индивидуальный план финансирования госучреждения по обязательствам приложение 5, по платежам приложение 2. Бұл как өздеріңіздің документальный вариантта жаңағы басшыларыңызға өткізетін дайын формаларын қалай шығару керектігін және отчеттарыңызды аймамай қалай осы отчеттар арқылы тексеру керектігін түсіндіріп көрсеттім. Вот 2, 5, 8, 10 және пландарыңызды тұрғызуда поступленияның отчеттарын көрсеттім, және балансыңызды көрсеттім. Бұл жерде мен қазір қарап отырсам, бізде план толтырғандардың ішінде мен сельский округтарға арнап көрсеттім да. Мысалға бізде бұл жерде отделдар бар, которые доходный часть толтырмайтын, только расходный часть толтыратын отделдар бар. Ол отделдарға айтатын план по расходам дәл айтылғандай толтырасыздар. Сіздерде поступление жоқ болғандықтан поступление толтырылмайды. План по расходам толтырғандықтан финансированиеға кіріп, вот 2 мен 5 және 8 мен 10 арқылы шығара аласыздар. Егер сіз администратор болсаңыз, вот 8 мен 10 мен шығара аласыз. Подведомственный организацияңызбен бірге. Жеке 2 мен 5 пен шығарасыз. Ал отделдарға именно бізде қалай казначействоға выгрузка жасаймыз, ол жағында көрсетейін. Бұл отделдарға арналған, сельский округтарға емес, кез келген отделға біз қалай шығарамыз. Дата қоямыз, папка қоямыз. Вот сводный аламыз, бірінші по платежам, потом по обязательствам. Бюджет өзіңіздің районыңызды аласыз. Мысалға, біз кез келген, мына жақта мен Тарбағатайды көріп отыр екенмін, көбінесе Тарбағатайдың бюджетін алайын. Вот Тарбағатайды алдым. И администрат Тарбағатайдың кез келген бір отдел организациясын алайын. Тарбағатайдың мысалға культурасын алайын. Вот, культураны алдым, выгрузить план, дәл осылай. Бізде отделдар қалай жасайды? Вот сводный аламыз, до специфика, код учреждения показать под программы. По платежам сформировать и базасы ол сізге түседі. Мына жақта мысалы бұл кісі толтырмағандықтан түспей отыр. Сформировать ол түседі, выгрузить Excel, выгрузить все. Дальше по платежам, потом по обязательствам. Осы 2 форматта отделдар өздерінің пландарын шығара алатын болады. Түсінікті ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі вебинарымызды аяқтасақ. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Алло.